Бүгін сен жанама сұрағы бар есепті шығарып үйренесің. Бір бумада 50 торгөз дәптер бар. Бұл жолды дәптерге қарағанда 20 дәптерге артық. Екінші бумада неше жолды дәптер бар? Есепті шығару үшін алдымен сызбасын сызамыз. Содан кейін шешеміз. Айтшы, торгөз дәптер нешеу? Дұрыс, 50. Торгөз дәптерді сызық бойына белгілеп, 50 деп жазамыз. Есептің берілгенін ары қарай оқиық. Бұл жолды дәптерге қарағанда 20 дәптерге артық. Қалай ойлайсың, 20 санын сызбаның қай жеріне жазамыз? Дұрыс, олардың саны 20-ға артық болғандықтан, 20 санын торгөз дәптерлер саны көрсетілген кесінді бойына жазамыз. Қалған торгөз дәптерлер жолды дәптердің санымен бірдей болады. Сондықтан, жолды дәптерлерді келесі кесіндіге белгілейміз. Жолды дәптердің санын қалай табамыз? Ойлан. Дұрыс, 50-ден 20-ны азайтқанда 30 дәптер шығады. Жауабын жазамын. Екінші бумада 30 жолды дәптер бар екен. Біз есепті жанама сұрақ арқылы шештік. Есептің берілгені мен шешуіне назар аударшы. Берілгенінде 20-ға артық деп тұр. Ал шешкенде азайтамыз. Неге? Есептердің шартында бұл деген сөз бар. Бұл есептің жанама сұрағы бар екенін білдіреді. Есіңе сақта. Жанама сұрағы бар есептерде кездесетін сөздер ол, бұл, олар.